Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімін осылай болады. Табандылық, таңдану, тұту, бауырмалдық, бауырмал, жарату, сай, орасан, хабардар, жұмыс баста, әлеумет тану, бақталасу, тепе-теңдік, илесу. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Упорство, удивляться, держать, отзывчивость, отзывчивый, использовать, соответственно, очень, слишком, осведомленный, загруженный работой, социология, соперничать, равенство, баланс, идти следом. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Университетке түсудің мақсатына жетті. Бозбала. Мен ғылымға өмір бойы арнамақпын деп шешті. Біріншіден, ол үшін өзінің қабілеттерін түсіну керек еді. Екіншіден, ғылым талаптары оның қабілеттеріне сай болуде керек еді. Заманауи таңда ғылымдардың әртүрлігі орасан зор. Мысалы, әлеуметтану, табиғи ғылымдар, ақпарат технологиялары, тағы басқа. Олардың бірін таңдамақ болып, үміткерлерге ғылым саласын зерттеу жөн деп ойлады Бозбала. Хабардар болу үшін Бозбала ақпарат жинаумен және оны талдаумен айналысайын деп шешті. Ол күн сайын дерлік интернеттен зерттеумен жұмыс басты болыпты. Зерттеу барысында үлкен табандылығын көрсетіп, жаңа ғылымның үрдестерін тауып, оларға ілесемін деп шешті. Менің қызығушылығым табиғи ғылымдарда жатады деп ойлады Бозбала. Мектеп бітіргеннен кейін Бозбала керекті құжаттарды оның таңдаған университетіне жөнелтті. Университет талапкерлердің саны орасан көп болғандықтан, олардың арасындағы бақталасу жоғары дәрежеге көтеріліп кетті. Бірақ біздің кейіпкерлеріміздің қабылдау емтихандарын табысты тапсыратынына еш нәрсе таңдандыратын жоқ. Ол ғалым болу арманын есіне тұтып, емтихандарға жөн дайындалып, университеттіне түсті. Дайындалу үшін Бозбала өзінің барлық қабілеттерін жаратып кетті. Бармал жан болып, ол мектептегі сыныптастарына емтихандарға дайындалуға да көмек берді. Оқу кезеңі басталғанда, оның мақсаты тепе-теңдікті өмірді ұйымдастыру болды. Бұл оқу мен физикалық белсенділік арасындағы уақыттың дұрыс бөлінуі белгілейді. Цель поступления в университет достигнута. Юноша решил,
Я посвящу всю свою жизнь науке. Во-первых, для этого ему нужно было разобраться в собственных способностях. Во-вторых, требования науки тоже должны были соответствовать его способностям. В наше время разнообразие наук огромно. Например, социология, естественные науки, информационные технологии и другие. Тем, кто хочет выбрать одну из них, стоит как следует изучить эту сферу, подумал юноша. Чтобы быть в курсе, он решил собрать информацию и проанализировать ее. Он почти каждый день был занят изучением материалов в интернете. Проявляя большое упорство, он находил новые научные тренды и решил следовать им. «Мой интерес лежит в области естественных наук», – решил юноша. После окончания школы он отправил нужные документы в выбранный им университет. Поскольку претендентов было очень много, соперничество между ними оказалось высоким. Но никто не удивился тому, что наш герой успешно сдал вступительные экзамены. Он помнил о своей мечте стать ученым, хорошо подготовился и поступил в университет. Для этого он задействовал все свои способности. Будучи отзывчивым человеком, он помогал одноклассникам готовиться к экзаменам. А когда началась учеба, его целью стало организовать сбалансированный образ жизни. Это означало правильно распределить время между учебой и физической активностью.